Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін сендермен әсемдік әлемінде тарау бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулыққа апарар жол. Бүгінгі сабақта біз өздеріңмен денсаулық туралы, оның ішкі және сыртқы сұлулығы, әсемдігі жайында, олардың өзара үйлесімділігі туралы сөз қозғаймыз. Тамаша көтеріңкі көңіл күй адам денсаулығына бірден бір әсер ететін ерекше демеуші күш екен. Ал енді балалар, сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударайық. Бұл нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Иә, балалар, денсаулық өмір жалғасының сәулесі. Денсаулық адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл аудару керек. Оны орынсыз ысырап етпеу керек. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Денсаулықтың қорын көбейту үшін жан сұлулығы қажет. Жаны сау адамның ойы таза, көңіл күйі көтеріңкі, адамдарға, айналаға күлкі сыйлайды. Еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Жанына жақын адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болады. Өзін қоршаған ортаға қиянат жасамайды. Егер жаның сау болса, онда тәнің де сау болады. Балалар, енді назарларыңа өсиет әңгімені ұсынамын. Ертеде бір қария ұзақ өмір сүріпті. Қарт адамның ойы сергек, зейіні зерек болыпты. Ауыл адамдары қартты өнегелі сөзі мен игі ісі үшін жақсы көріпті. Дана қарттың айтқан ақылына үнемі құлақ асып отырыпты. Бірде шәкірттері қарттан жаны мен тәнінің саулылығының сырын сұрапты. Сонда дана қарт былай деген екен: ең бірінші ой санаң таза болсын. Екінші сөзің ақиқат болсын. Үшінші ісің адал болсын. Төртінші ешкімге қиянат жасамайтын бол. Бесінші үнемі денеңді таза ұста. Алтыншы орта тазалығын сақта. Жетінші денені шынықтыр. Сегізінші көп ұйықтама, ерте тұр. Тоғызыншы артық тамақ ішпе. Міне, бұлардың барлығы денсаулықты сақтаудың негізгі кепілі депті. Балалар, өсиет әңгімені сендер мұқият тыңдадыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Айтыңдаршы, қандай ой түйдіңдер? Әңгіме сендерге ұнады ма? Олай болса, мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Қарттың жаны мен тәнінің саулығының сыры неде деп ойлайсыңдар? Қарт неліктен бірінші орынға ой сана тазалығын қойды? Өздерің ой сананы тазарту үшін не істеп жүрсіңдер? Енді балалар, сендерге шығармашылық жұмысты ұсынамын. Бұл тапсырманы орындай отырып, бүгінгі тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Ал олай болса, мына бейнефильмді бірге көруге шақырамын. Анаңыз неліктен тамақ ішер алдында қол жууыңызды өтінеді? Өйткені кір қолмен тамақ ішу тазалыққа жатпайды. Сіз аязды күні бас киімсіз далаға шығу, сонымен қатар түнге дейін теледидар көруде тазалыққа жатпайтынын білесіз бе? Жеке бас тазалығы әдетте дене тазалығы деп пайымдалады. Оған терінің, тістердің және шаштың тазалығы жатады. Осылайша біз ағзамызға бактериялар мен вирустардың түсуінің алдын аламыз. Бейнефильмнен не түсіндіңдер? Бұл бейнефильмнен дене тазалығын сақтаудың ережесін білдіңдер. Енді сендер отбасыңдағы үлкендермен бірге дене тазалығы мен ой тазалығының ережесін
құрып көріңдер. Ойларың таза болса, онда сендердің іс-әрекеттерің де дұрыс болады. Сонымен, қымбатты балалар, бүгін сендер жаңа тақырып бойынша ең негізгі басты деген мәліметтермен таныс болдыңдар. Адам баласы үшін денсаулық өміріндегі ең жоғары бағалы дүние болғандықтан, оның қадірін білу керек. Жан сұлулығы мен тән сұлулығын сақтау әрбір адамның парызы екенін естен шығармаңдар. Ендеше, осы жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіріп алайық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.